RoboForex брокеріне біз қалай тіркелеміз? Қазір осы туралы сіздерге ақпарат болады, керемет видео болады. Қараңыздар, бізде RoboForex брокеріне тіркелу үшін roboinvest.pro сайтына кіріп, немесе Google-ға любой жерге RoboForex деп жазыңыздар. Шыққан сайтқа кіресіздер. Кіргеннен кейін бізде осындай кіру және де регистрация деп тұрады. Ағылшынша вариантта тұруы мүмкін, және де сіздерде орысша, қазақша болып тұруы мүмкін. Қазір мен сіздерге ағылшынша вариантта көрсетемін. Регистр деген жерге өтеміз. Одан кейін email деген жерге біз өзіңіздің почтаңызды жазасыздар. Например, менде міне өзімнің почтам. Одан кейін first name дейді. Яғни өзіңіздің есіміңізді, мен өзімнің есімімді жазам. Данияр Әлімқұлов. Одан кейін біз өзіміздің телефон нөмірімізді жазуымыз керек. Қазіргі қосылып тұрған. Так, примерно жаза салайық қазір. Плюс, содан кейін 7, одан кейін бар 707 деген сияқты форматта жазасыздар. Міне, біреудің нөмірін жаза салдым. Енді самый маңызды нәрсе, ол бізде партнер код деген бар. Именно партнер код бізде бүкіл Әлембот сервисінің доступқа өту үшін бізде партнерларға ғана доступ беріледі. Партнер кодты сіз өзіңізге сіздің менеджеріңізден ала аласыз, және де осы жерге қойып регистрация өте аласыз. Яғни бізде почтамызды жазамыз, есімімізді, фамилиямызды, нөмірімізді, және де партнер кодқа осы бір кодты біз жазамыз. Яғни сіз біздің партнер бола аласыз. Содан кейін галочканы басып, регистр деген батырманы біз басамыз. Қазір кетті. Міне, сіздерден осындай окошко ашылып жатыр. Қазір мен регистрация өттім. Міне, регистрация өттім. Енді маған 4 этап бар. Яғни верификациядан өту үшін. Қараңыздар. 4 этап. Астына басамыз. Міне. Енді ағылшынша сізге түсініксіз болып жатса, төбедегі қазақ тіліне ауыстыра аласыздар. Міне, қазақ тілі ауыстырды. Одан кейін басты аяқтау қадамдары деген тұр. Соның жанында бізде галочка тұр. Міне, осындай. Осыны бассаңыз кетті. Міне. Сауда жасауды бастаңыз, деректерді растаңыз, есептік жазба қорғаңыз деген сияқты. Енді осындай верификациядан өту үшін бірінші біз кабинетке кіреміз. Міне, кабинетке кірген кезде астыңғы жақта тексеру деп тұрады. ID мекенжай деп тұр. Осыны басамыз. Міне, қараңыздар. Email тексеру деп тұр. Тексеруден өткен жоқ. Үшеуі де өткен жоқ деп тұр. Біз верификациядан өту үшін осы emailді растауымыз қажет. Тексеруден өтуді бастамыз. Міне. И кодты жібереміз. Яғни басында жазған сіздің почтаңызға код келеді. Кодты осы жерге жазасыздар. Кодты жіберуден кейін кодты осы жерге жазасыздар. Все. Енді екіншісі төл құжатты енгізу. Бұл жерде не? Бұл жерде удостоверение личности. Все. Удостоверение личности тексеруден өту дегенді батырман басасыздар. Яғни міне басасыздар, астыға қарай түсіреді. Кішкене астыға қарай түсірсе, тексеруден өту деген батырман басасыздар. Все, міне. Сіздерден осындай окошко ашылады. Міне қараңыздар. Келісу, жалғастыру. Енді верификацияны бастайық деп тұр. Енді басқа жерлерде сіз осындай верификациядан өтіп жүрген болсаңыз, бізде SumSap деген бар. Яғни ол жерде данные сохранить етіліп қалады. Егерде осы галочканы басып өтіп кетсек болады. Егерде сіз басқа брокерлерде осындай активны қолданып жүрген болсаңыз. Ал енді бірінші рет болып тұрса, бұл галочканы қоймай-ақ қойыңыз. Верификацияны бастау дегенді батырман басыңыз болды. Одан кейін бізде Қазақстан деп автоматически шығады. Құжат түрі ID карта. ID картаны таңдаймыз. ID карта таңдағаннан кейін бізде жалғастыру батырмасын басамыз. Енді бұл ID картаны біз заранее удостоверение личности өзіңіздің қолыңызға ұстап, міне, былайынан ұстап суретке түсіресіз, алды артын, одан кейін телефоныңызға ішіне кіргізіп, міне басасыз. Құрылғыны таңдау деп тұр. Осыны басып, бірінші бетті түсіресіз, алдыңғы жағын. Осы жүктейсіз. Одан кейін екінші артқы жағын жүктейсіз. Одан кейін алдыңғы жағын жүктеп салу, яғни біртіндеп саласыз, екеуін де саласыз. Болды. Яғни жалғастыру осындай бірінші салып алып, алдыңғы жағын, артқы жағын жүктеп салып жібересіз. Болды. Одан кейін сізде осындай шығады. Жаңағыдай өңделуде деген сияқты. Одан кейін мекен-жайды тексеру деген. Бұны қайдан аламыз? Қалай мекен-жайды біз өткіземіз? Каспиде, Халық банкте бізде справки бөлімі бар. Қазір мен Каспиден көрсетейін десем, бізде Каспиде өкінішке орай қап-қара болып тұрады. Сондықтан мен сіздерге былай
көрсете салайын жолын. Қазір осы видеодан сіздердің астына шығады. Каспиге кіресіздер, справки, госуслуги деген сияқты. Осындай справка, наркодиспансерден справка керек. Соны PDF форматта жүктеп аласыз телефоныңызға, одан кейін тексеруден өтуді басасыз. То же самое, міне, осыны ID картаны өткіздік қой, тура сол сияқты жүктейсіздер, өтіп кетесіздер. Өте оңай, өте оңай. Так, барлықтарыңызға рахмет. Бұл бізде RoboForex-ке тіркелу және де верификациядан өту сабағы болады.